Бүгінгі сабағымыз қазақ әдебиеті сабағы. Былайша дөңгелек ішінде жасайық. Дөңгелек бер тұра бер. Дөңгелек шеңбер жасайық. Енді бір-бірімізге ыстық алақан әдісі арқылы бір-бірімізге жақсы тілектерімізді айтамыз. Мына жерге келе ғой. Ыстық тілектерімізді айтамыз. Мысалы үшін бүгінгі сабағымыз сәтті өтсін. Жалғастыр, ары қарай айта берсін. Тілегіңізді. Бүгінгі сабағымыз сәтті өтсін. Бүгінгі сынып сабақ жақсы өтсін. Тілек айтыңыз, иә? Тілек айтамыз бала. Бүгінгі сынып сағат ең күшті сынып сағат болса керек. Иә, кәнекей. Бүгінгі сынып сағатқа барлықтарыңызды сәтті тілеймін. Денсаулығыңыз мықты болсын. Дұрыс, бастысы денсаулық болсын. Бүгінгі сынып сағат күшті болсын. Барлық тапсырмаларды Иә, кәнекей. Бір ауыз сөзбен айтсақ болады, балдар. Сәттілік тілеу ғой балдар тек қана бір-бірімізге. Тапсырмаларымызды оңай орындайық. Барлығымыз беске oldu. Бәрімізге сәттілік, аман есен. Дұрыс. Сынып сағат сәтті өтсін. Иә, кәнекей. Барлық топқа сәтті. Дұрыс. Иә, дұрыс. Бастысы аман сау жүрейік кәне. Иә, жақсы. Барлығымызға балдар сәттілік тілейміз. Бастысы денсаулығымыз мықты болсын, сабағымызды жақсы көңіл күймен өткізейік. Олай болса балдар мына жерде 3 топқа бөлінген тапсырмалар бар. Әрқайсымыз осы тапсырмаларды аласыңдар да, қай тапсырмада қандай топтың аты жазылып тұр, сол жерге барып отырамыз. Түсінікті ғой, иә? Әнекей басынан бастап ала ғой. Қандай? Ағындар тобы, онда сен ағыра көз қолға қарасын. Иә. Ала тез-тез. Ағындар тобы ағындарға барады, жыршылар тобы жыршыларға барады. Иә. Жыршы деген топ бар. Жыршы тобына келеді. Мына тобы жыршы тобы екен. Қайсысы? Жыршы тобы, онда сендер жаққа келіп, кәнекей. Жауды бар. Жауды бар. Жыршы тобы, келді бар. Аңдар тобы, аңдар бар. Аңдар бар. Аңдар бар. Мына жерде жыршылар тобы. Мына жерде жыршылар тобы. Мына жерде кәнекей. Жыршы тобы.
Және кім? Жырды жеткізетін адам кім болады? Жырау деп те айтуға болады екен. Өте жақсы балалар. Енді Сүйінбай кіммен айтысты? Кәнеке балалар, тоқтан. Сүйінбай кіммен айтысты? Кәне? Сүйінбай Қатаған деген қай елдің ақыны? Қырғыздың ақынымен айтысқан екен. Жарайды, жауап дұрыс. Енді айтыс қай өңірде, қай жерде өтті балалар? Кәнеке? Қырғыз елінен Орманханға ас берді кезінде. Дұрыс. Орманхан анасына ас берді. Сол жерде Қырғыз елінде өткен екен. Өте дұрыс. Жарайды, жақсы. Сүйінбайдың қандай толғауларын білесің? Сүйінбайдың қандай өлеңдері бар? Қай топтың оқушылары айтады? Сүйінбайдың қандай өлеңдері бар, кәне? Кім айтады, кәнеке? Аңыз айтады ғой? Сүйінбайдың сұраншы батыр, Орманшы батыр Жарайды, жақсы. Енді айтыс түрлерін айтып беріңдер. Айтыстың қандай түрлері бар? Айтысты нешеге бөлеміз балдар? Айтыстың қандай түрлері бар екен? Кім айтады, кәнеке? Назерке айта қойсын. Ақындар тобынан Назерке кәне жауап бер. айтысты жар-жар, өлемен түрімен айтысты, жануармен адаммен айтысты, Иә. жұрбақ айтты, және бетке бөлінеді қыз бен баланың айтысты, Жігіттер айтысы, ақындар ақындар айтысы болып бөлінеді екен. Балдар, өте жақсы жауап бердіңдер. Доблақты әдісі арқылы біз үй тапсырманы ескердік. Пысықтап алдық па? Жақсы. Ал енді біз Қатаған менен Сүйінбайдың айтысынан өткенде сендерге үзінді жаттап келіңіздер деп айтқан болатын балдар. Кімдер жаттап келді, кәнеке? Сүйінбайдың өлеңін кім айтып береді? Сүйінбай кім, Қатаған кім? Жігіттер тобы Қатаған еді, Сүйінбай тобы еді, ал қыздар тобы Қатаған еді. Кәнеке, айта ғой жақсы. Сүйінбайдың өлеңін айтады. Дауысыңды шығарып. Қашылмай төре қаныңды кіргіз елдің жанында, Қатағаннан жеңілсем талап алған малыңды. Іздегенім осы еді, іздегенім табылды. Қатаған сөздер жарылып, өзіңізмен жаңылды. Қызып тұрған темірге өзі келіп қарылдым. Қабағын шықса Сүйінбай айдап кеп берерсің, алдыңдағы малың түгіл барыңды. Жүйрік аттай көрсетсем, көре алмассың шарыңды. Жарайды, қол соғып қоямыз балдар. Өте жақсы айтып шықты. Ал енді Қатағанның айтысынан үзінділер кім жаттады? Кәнеке, өзінің тобындағы қарсыласы Аққуан айтсын, кәне. Ал Сүйінбай тоқтат сөзіңді, ақылмын деп ойлайсың, мен тұрғанда өзіңді. Жарайды, жақсы. Енді ары қарай ол үзіліп қалды, солай ма? Осы жерде Қатаған не қылды? Сөзден Жеңіліп қалды. Иә, жеңіліп қалды. Осы айтыста кім жеңді балдар? Отыра қояды ма? Кім жеңді? Сүйінбай жеңді балдар. Дұрыс айтасыңдар. Сүйінбай қай елдің ақыны? Қазақ халқының ақыны. Дұрыс. Қазақ халқының ақыны Сүйінбай Арамұлы қырғыз бен қазақтың айтысында жеңіп, ол үлкен жеңіске жетті. Жарайды балдар. Онда біз балдар бүгінгі сабағымызды енді үй тапсырмамызда жаңа Сүйінбайдың өмірі, Сүйінбайдың айтысы туралы өттік қой, солай ма? Сүйінбайдың шәкірттері кімдер екен балдар? Кім біледі кәне? Сүйінбайдың шәкірті кім? Тағы басқа кімдер біледі кәне? Кәнеке махаббат айтты, Сүйінбайдың шәкірті кім? Сүйінбайдың шәкірті Жамбыл Жабай. Жамбыл Жабай. Бұлай болатын болса балдар бізде бүгінгі сабағымызды Жамбыл Жабайдың өмірімен әрі қарай таныс боламыз. Менің бірім Сүйінбай, сөз сөйлемен Сүйінбай. Сырлы сұлу сөздері маған тартқан сыйындай. Сүйінбай деп сөйлесем, сөз келеді бұрқырап, қара дауыл құйындай. Бұл өлеңді кім айтқан екен балдар? Жамбыл Жабай. Олай болса бүгінгі тапсырмамыз, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз жыр алыбы Жамбыл деген. Бүгінгі күннің жазын дәптерімізге жазамыз балдар. Бүгінгі тапсырмамызды дәптерімізге жазамыз. Жыр алыбы Жамбыл деп тақырыпты жазамыз. Бүгін желтоқсанның 21-і. Тақырыптың аты жыр алыбы Жамбыл. Жыр алыбы Жамбыл. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру. Неге? Бүгінгі тақырыбымыздың иесі қазақ
қазақтың ұлы ақыны кім екен? Жамбыл Жабаев екен. Жамбыл Жабаев қазақ халқының поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. 1846 жылы Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. 1945 жылы Алматы облысының Ұзынағаш елді мекенінде қайтыс болған. Шыққан тегі ұлы жүз руының Шапырашты тайпасының ішіндегі Екей руынан шыққан екен. Біз енді Жамбыл Жабаевтың өмірі туралы мәліметке ие болдық. Енді біз ары қарай тапсырмаларды орындайтын боламыз балдар. Жамбылдың алғашқы өлеңдерін Сүйінбай мақұлдап оған бата берген. Өлеңді тыңдаушысының көкейінен кетпейтін еді бай. Сенің өлеңдерің жеке адамдардың емес, бүкіл халқымыздың игілігіне арналатын болсын. Көмеймен емес, жүрекпен жырла. Әрқашан әділ сөйлеп, адал бол дейді үлкен ақын жас шәкіртіне. Сүйінбай жолын туған Жамбыл оны өмір бойы ұстаз тұтып, одан үлгі алған екен. Міне енді Жамбылдың руы Екей деген рудан шыққан ғой, солай ма? Шапырашты тайпасының Екей деген руынан шыққан. Соның ішіндегі Сүйінбай деген ұстазы да дәл осы рудан елған екен, шыққан. Сондықтан да ол Сүйінбайдың жас кезінде етегіне еріп, оның әндерін, айтыстарын тыңдап, одан не алған? Бата алған екен. Сондықтан да Жамбыл Сүйінбайдың шәкірті деп біз айта аламыз балдар. Енді сендердің қолдарыңызға қазір мен мына жерде кесте бар балдар. Жамбылдың кім екендігі, қандай өлеңдердің бар екендігі мына жерде таблица бар. Жұптық тапсырманы орындаймыз. Екеу болып, біреуіміз дәптерімізге жазамыз, біреуіміз көмектесіп айтып отырамыз. Түсінікті ғой, иә? Жұптық тапсырманы орындайтын боламыз балдар. Мынаған жаза береміз. Қолымыздағы қағазға жазамыз балдар. Екеуіміз. Сендер екеу орындайсыңдар. Сендер үшеу болып орындай қойыңдар. Жарай ма? Сен орындығыңды жақындатып қой, сосын аға көмектесіп айтып отырасың. Жақсы балдар. Енді бұл жерде не орындауымыз керек балдар? Мен сендерге түсіндірейін. Бұл хронологиялық таблица. Балдар кесте. Хронологиялық кестеде бірінші мына. Қараңыздар бәріңіз. Мына жердегі мәтінді оқып аламыз бәрімізге. Осының ішіндегі жылдарды өзінің рет-ретімен тізбегімен мына жерге жазамыз. Бірінші жылын жазамыз. 1846 жылы. Бұл жерде оқиға деген жерге оқиғаны жазамыз. Егер өлең болатын болса, өлеңді соның тұсына жазамыз. Түсінікті ме? Кәнекей онда осыны орындап шығайық өздеріңіз. Жылдамдатып орындайық. Жылдамдатып орындайық. Және қай топтың оқушылары жұптық жұмысты тез әрі дұрыс орындап шыға алады екен. Көрейік. Осы кесте бойынша балдар өздеріміз тақтада да кесте бар, қолымызда да бар, солай ма? Егер көре алмай отқан болсақ та тақтадан қарап, біз рет-ретімен тез орналастырып отырайық. Кәнекей қай топтың оқушылары қалай орындап жатыр екен? Жыраулар тобы қалай орындап жатыр екен? Ақындар тобы қалай орындап жатыр екен? Кәнекей көмектес, сен айтып отыр. Мына жерді оқып алып айтып отыр. Тақтадан қарап болмаса не? Көмектес. Естейміз. Кәнекей жыршылар тобы тездетеміз. Тездетейік балдар. Кәнекей болдық па? Жақындап қалдық па?
kaneki ballar. Taqsimlar bo'lib ba. Kaneki bo'lsa o'qiyman onda. Qaytib qoldi. Şuralar to'g'ri bo'lgan ekan, ha? Şuralar to'g'ri kim o'qiydi? Durshab o'qiydi. Yaxshi kaneki. Boshqalarimiz tinglab o'tiramiz. Ballar qancha ketgan bo'lsa aytamiz bir-birimizga. 1849 yılı Jambul Dibingi keldi. 46 yılı. Oyma? 1960 yılı Jambul kelishga qatnashdi. Zilde berib Amir Taraldi o'yinlarini chiqaradi. 1970 yılı Qazon konferensiyasining kuvageri bo'ladi. Iya. Mening akimim Shaltonbayga degan so'zinglarni yozib chiqaradi. 1930 yılı Jetsu aqllarining sletine qatnashdi. O'qiyman, so'rayman. 1934 yılı Respublika sletine qatnashdi. 1936 yılı Moskvada qozoq uniyonining 10 yili o'tkazildi. Dұрыс айтып жатырмын балдар? Рет-ретімен. Қандай өлең шыққан осы кездері? Мәскеу атты өлең шыққан екен, дұрыс. 1937 жылы Рамин Ролламен Мұхтар Шолоқтың 75 жылдығымен құттықтады. 1945 жылы қатысты. Бұл топтың оқушылары дұрыс әрі анық жауап берді. Қолсы. Ал кәнеке, шыршылар тобына кім орындап болды кәне? Кәне, арыз оқисың ба? Кәнеке. Тыңдаймыз балдар кәнеке. Қалай, қай жерде, қандай қателік кетті көреміз. 1846 жылы Жамбыл дүниеге келді. 1916 жылы Жамбыл көтеріліске қатысады. Зілді бұйрық әмірі таралды. 1917 жылы Қазан төңкерісінің куәгері болды. 1934 жылы Жетісу ақындарының слетіне қатысты. 1936 жылы бірінші республикалық слетіне қатысты. 1938 жылы Мәскеуде қазақ өнерінің 10 күндігі өткізілді. Және де Мәскеу атты өлеңі таралды. 1945 жылы қайтыс болды. Жарайды, жақсы. Бұл оқушыларда түгел дұрыс не болды? Орналастырды. Кәнеке қолды оқиық балдар. Жақсы, өте жақсы деген баға. Кәнеке топтан кім оқиды? Ақындар тобынан кәнеке. Назерке оқысын. 1946 жылы Жамбыл дүниеге келді. 1916 жылы Жамбыл көтеріліске қатысады. Зілді бұйрық әмірі таралды деген шығармалары бар. 1917 жылы Қазан төңкерісінің куәгері болды. Менің әкемнен Шалтанбайға деген шығармаларды жазды. 1930 жылы Жетісу ақындарының слетіне қатысты. 1934 жылы бірінші республикалық слетіне қатысады. 1936 жылы Мәскеуде қазақ өнерінің 10 күнділігі өткізілді. Және Мәскеу деген шығармасы бар. 1938 жылы Роммен Шолашы 75 жылдығымен құттықталады. 1945 жылы Жамбыл Жабаев қайтыс болды. Өте жақсы. Үш топтың оқушылары балдар қосылып қоямыз. Үш топтың оқушылары тапсырманы өте жақсы деңгейде орындап шықты. Олай болса балдар, қазір енді біз Жамбыл Жабаевтың өмірі туралы постер қорғаймыз. Бірінші, екінші тапсырма бұл постер қорғау. Бұл жыраулар тобына Жамбыл кім? Енді кітабымызды ашамыз балдар. Кітаптың ішінде Жамбыл кім? Жамбыл қай жерде дүниеге келді? Осыны бір оқушы. Барлығымыз топ болып жұмыс істейміз, айтамыз. Кластер құрастырамыз, мынаны шетке қоямыз. Алдымызды жинап отырамыз балдар. Екінші топтың оқушылары Жамбылдың өлеңдерін айтамыз. Жамбылдың өлеңдері ақындар тобына береміз. Жамбылдың қандай өлеңдері бар? Кластер құрап, осыны біздер постер құрып қорғап береміз. Жарай ма? Бәріміз топ болып отырып жасаймыз. Кітапқа қараймыз балдар. Үшінші топтың оқушылары енді сендерге тапсырма мына жерде. Жамбыл Жабаев кім деген ақындармен айтысқа түскен. Сол туралы сендер балдар өздеріңіз айтысқа түскен ақындардың аттарын жазып постер қорғаймыз. Топтық жұмыс бұл. Жақсы. Тоғызға жоғарыға қоясыңдар, түсінді ме?
кешеміз балдар. Жалпылама топтық жұмыс жасаймыз. Топтың атын жазамыз, жоғарысына түсінікті ғой, иә? Содан кейін өлеңдерін әрқайсымыз өздеріміз айтып, құрастырамыз. Сосын тақтарға шығып балдар біз не боламыз? Қорғап береміз. Тездетейік балдар. Мына қолымыздағы жаңағы кішкентай қағаздарымыз бар ғой, соны маған беріп қойыңыздар. Қарайық балдар, бәріміз тез-тез орындайық, кәнекей уақыт кетіп жатыр. Қай топтың оқушылары тапсырмаларды орындап болды балдар? Қай топтың оқушылары орындап болды кәне? Қай топтайын? Қай топтың оқушылары? Әр топтан бір оқушы қорғайды. Жақсы келе ғой. Қай топ оқушылары? Жыршылар тобы жақсы келе ғой. Жыршылар тобы қорғайды. Айкамыз, Бақтыбай, Сарғаш, Тыңдап отырайық балдар, айтыскер ақындарды. Жашыбай, Құлмаяқ, Құлмабек. Құлмабек деген ақындармен не қылған екен? Айтысқан екен. Өте жақсы. Айтыскер ақындардың аттарын айтып шықты кәнекей. Жыршылар тобы отыра ғой орнына. Дастан айтып шықты. Енді қай топтың оқушылары дайын кәне ақындар тобы келе қойыңдар. Шықпаған оқушылар айтамыз, а? Сабаққа қатысамыз. Жамбылдың қандай өлеңдері бар екен? Шамын патша әмірі қарылы, сайламады, өстеп керек, мәскеу шәрденеде, менің әкемнен Шалтабайға. Шалтабайға деген өлеңдерін жазған екен балдар. Жарық көрген екен. Жаңағы хронологиялық кестеде де осыларды жаздық қой, солай ма? Қай жылдары жазылғандығы? Көбі бұның 1916-1917 жылы жазылған өлеңдер екен. Топтың аты ақындар топ екен. Өте жақсы қорғап шықты. Отырамыз кәнекей. Келесі топ. Келесі топ қай топ? Жыраулар тобы, солай ма? Жыраулар тобы келеміз кәнекей. Жамбыл Жабай қазақ халық позициясының ақыны, өлең сөздің дүлдүлі, жыршы, жырау. Жыршы, жырау. Және кім? Жыршы, жырау, ақын, тағы кім? Қазақ сөз өнерінің дүлдүлі екен. Өте жақсы. Неге Жамбылдың кім екенінде біз не қылып алдық балдар? Біліп алдық. Онда барлығымыз да тапсырманы жақсы орындадық. Кәнекей. Жарайды балдар. Тапсырманы мұқият орындап болдық. Енді балдар, сендерге сұрақ. Біз үй тапсырманы қорыту мақсатында сендерге қазір мына тапсырмаларды, сұрақтарды беремін. Жақсы. Үй тапсырмасы. Енді біз қайталау сабақ. Жамбыл Жабай кім екен балдар? Кім айтып жіберіп? Кәнекей топ береді. Кәнекей мына топта. Кәнекей айтып жіберіп. Жалғас. Жыршы екен. Дұрыс. Жамбыл Жабай қай жылы тұра ғой? Өлең сөздің Дүлдүлі, дұрыс айтасың. Екінші, Жамбыл Жабай қай жылы, қай жерде дүниеге келген? Қане айта ғой? Тыңдай. Жамбыл Жабай Жамбыл облысындағы Жамбыл Талғын өзенінде дүниеге келген. Дұрыс айтады, өте жақсы. Үшінші тапсырма. Жамбыл Жабай 15 жасынан кімнің ақ батасын алды? Кәнекей, Махаббат ақындар тобынан. Жамбыл Жабай
15 жасында Сүйенбайдың батасын алды. Дұрыс, Сүйінбай ақынның батасын алған екен. Жақсы, жамбыл кімдермен айтысқан? Кәнеке Ақжол. Айқыныз, Бақтыбай, Сарыбас, Досмағамбет, Шашубай. Шашубай ақындармен не қылған? Айтысқан. Тек қазақ ақындары емес болды, қырғыз ақындарымен де не қылған екен? Айтысқа түскен. Соның бір дәлелі ретінде Қатаған мен Сүйінбайдың айтысында айтуға болады, солай ма? Енді сол қырғыз елінің ақыны Құлмамбет пенен жамбылдың айтысында айтуға болады. Жақсы. Қандай дастанды жырлаған Жамбыл Жабаев? Жамбыл Жабаевтың жырлаған қандай дастандар бар? Қандай дастандар бар деп айттық біз? Жамбыл Жабаевтың. Қандай дастандары? Дастан дегеніміздің өзі. Таңнан таңға жалғастырып айтатын дастандар бар ғой? Қандай дастандар бар екен? Жоқ. Енді бұл дастан дегендеріміздің өзі балдар көбінесе өлең жырларды таңнан таңға не қылып айтатын болған? Жыраулар, жалғастырып айтатын болған. Сондықтан да мұның дастандары Көроғлы деген дастан болған. Көроғлы деген дастанын бұл ерте кездері таңнан таңға дейін не қылатын болған? Жырлайтын болған, оны қарапайым қазақ халқы не қылатын болған? Ұйып тыңдайтын болған балдар. Енді қандай өлеңдерін білеміз? Кәнеке айта қоясыз? Сізді беріп, ағындағы менің әкеме шатарға шалдым. Жарайды, жақсы отыра ғой. Жамбыл Жабаев соңғы тапсырма. Жамбыл Жабаев қай жылы, қанша жасында қайтыс болған дейді. Кім айтады кәнеке? Кәне, Абдылмансұр. Дұрыс, 99 жасында. 100-ге 1 жас қалған кезде не қылған? Дүниеден өткен. Сондықтан да Жамбыл Жабаевты біз екі дүниені көрген ақын деп айтамыз балдар. 20 ғасырдың Гомері деген атаққа ие болған Жамбыл Жабаев. Себебі ол ерте кездегі қиыншылық, ашаршылық кезеңдерді бастан өткізген, одан кейін кеңес өкіметі тұсында өмір сүріп сол кезеңінде ащысын, тұщысын көрген ақынымыз екен. Сондықтан да бұл тек ақын емес, қазақ халқының жыршысы, жырауы, поэзия өнерінің дүлдүлі және ақын деп айтуға болады. Ал енді балдар, сендер тапсырмалардың барлығын мұқият орындадыңыздар. Бүгінгі сабақта кім қалай түсінді, кім нені түсінді, соны қазір мен сендерге 5 саусақ әдісі арқылы сендерге таратып беремін. Соған өздеріңіз 5 саусақтың тұсында әркім өзінің не түсінгенін, нені білгісі келетінін, нені үйренгісі келетінін соған жазасыздар. Одан бұрын сендер енді топтарыңыздың атын маған талдап бересіңдер. Жырау деп кімді айтамыз? Кәне топ басшысы кім еді? Кәнеке айта ғой. Жырау деп кімді айтамыз? Адамды жырау деп айтады екенбіз. Өз жадынан өлең де шығарады екен. Ақындық қабілеті болу керек екен. Жарайды, жақсы. Ал енді жыршы деп кімді айтамыз балдар? Жыршы деп кімді айтамыз? Кәнеке топ басшысы. Жырды орындап таратушы адамды жыршы деп айтады екенбіз. Ал енді ақындар тобы, ақындар деп кімдерді айтамыз біз? Кәне айта ғой. Ақындар деп шығармаларды өлеңдерді шығаратын айтамыз. Ақындар дегеніміз өз жадынан өлең шығаратын адамдарды біз не деп атайды екенбіз? Ақындар деп айтамыз. Жамбылдың өзінде балдар ақын ба? Ақын. Олай болса біз бүгінгі сабағымызда кім не түсінді, кім нені білгісі келеді, кім нені үйренді деген әдісі арқылы балдар біз 5 саусақ әдісі арқылы мына жердегі тапсырмаларды мына қолымыздағы парақша 5 саусақ қағазына жазамыз. Түсінікті ме? Әркім өз ойын жазып шығады. Şimdi ciddiye aldı. Hatta da niye Aytun köye geldi, varlık aldı, görünüp dursunlar o ya. Erkim gözünün oyun, su kağıdına түсіреді балдар. Kendisi. Жылдарды орындаймыз. 5 саусақ әдісі. Бас бармақ дегеніміз қайсысы балдар? Мына бармағымыз ғой, солай ма? Бас бармақ. Өзімді қалай сезіндім сабақта? Балам ерек. Басқаларға көмегім тиді ме? Біз топтық жұптық жұмыс жасадық қой, солай ма? Ортан керек. Менің көңіл күйім қандай болды? Шылдыр шүмек. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Кішкентай бөбек. Бүгін не үйрендің? Әр саусақтың тұсына
өздеріңіздің ойыңызды, сабақтан алған әсеріңізді жазып шығасыздар. Қай топтың оқушылары болса, балдар тақтаға әкеліп біз тапсырмаларымызды жібереміз. Мына жерге келтіреміз. Себебі кейіннен кімнің қандай тапсырмадан әсер алғанын өзім оқимын. Сендер маған берген бағаңыз болады тапсырмадағы орындаған нәрселер. Oldu da oldu. Kim oldu? Kim tuğda oldu mu? Akil mağın majiki. Diyemize. Akil yok. Kim oldu? Fizidik. Ağırlığımız. O sokakta konuşmanın bazı usulü. Hazır direkt kaldı. Ama bu ikisi şöyle oynamıyor. Жазған сөздеріміз маңызды бүгінгі сабақта. Әнеке, ақындар топ, тездете қойып қалды. Қай топ жазбай қояйық. Аттарымызды жазбаймыз, тек қана тапсырмамызды береміз. Жылдан кәнеки, Аружан, тездетеміз. Әкеле қояқ қалар. Аружан болдың ба, әкел. Әкел. Болдың ба? Жазған тұқты келден еместе болсын. Әкел, кім келмей қалды? Әкел, болдық ба? Онда бүгінгі сабақтан біз қандай тапсырманы өттік бүгінгі сабақта болды? Жыр албы, Жамбыл деген тақырыпты өттік. Солай ма? Жамбыл кімнің шәкірті екен балдар? Сүйінбайдың шәкірті екен. Сүйінбайға ере жүре кішкентай кезінен бастап неғылған, оның айтыстарын, өлеңдерін тыңдаған. Сөйтіп ол Жамбыл Сүйінбайды өзіне бір тұтып, оны ұстаз санап, оның өлеңдерін тыңдап, өзі де есейе келе үлкен айтысқа түсіп, көптеген қазақтың, қырғыздың ақындарымен неғылған айтысқан. Ол кез келген айтыстарда барлығын ақындардың жеңіп отырған. Соның ішіндегі ерекше айтысы балдар Жамбыл мен Құлманбеттің айтысы екен. Бұл айтысы Жетісу қаласында өтеді. Жетісу деген жерде, осы жерде айтысқанда Жамбыл Құлманбетті неғылады? Жеңеді. Сөйтіп, ол бүкіл Жетісуге атағы тараған үлкен ақын деген атаққа ие болады. Содан кейін оның беделі артып, қазақ арасында Жамбылдың айтыскер ақын деген атағы неға бастайды? Таныла бастайды. Содан кейін Жамбыл кез келген айтысқа түскен ақындарының барлығын жеңіп, осында үлкен абыройға ие болған кісі екен. Енді балдар қазір бұл енді Жамбыл ғой. Енді Жамбылдың ертеде қазақ ақындарының айтысын жалғастырып, Сүйінбайдан кейінгі Жамбыл болса, одан кейін біздер бірнеше ақындарды айттық қой жаңа. Шөже деген ақынды айттық, Бақтыбай деген ақынды айттық, солай ма?
Сарыбас деген ақынды айтты, Құлманбет деген айтыскер ақындарды өттік Жамбыл тұсында. Енді сендер қазіргі таңда қандай ақындарды білеміз біз? Кім айтады екен? Қазіргі таңда кім деген ақындарды білесіңдер? Айтыс бола ма қазіргі таңда? Болады ғой, солай ма? Кез келген мерейтойға байланысты, тәуелсіздікке байланысты ақындар айтысы болады. Ақындар айтысын ұйымдастыратын кісі Жүрсін Ерманов деген кісі қазіргі таңда телевизордан көріп жатсыңдар. Кім деген ақындарды білеміз балдар? Кім айтады? Айнұр Тұрсынбаева апайларымыз. Тағы кімді айтуға болады? Балғынбек Имашев, дұрыс айтасың. Тағы кімді айтуға болады? Ақын әрі айтыскер. Кім? Ринат Зайтов, дұрыс айтасыңдар. Ринат Зайтов деген ағаларың бар. Тағы кімді айтуға болады? Тағы кім деген айтыскер апаларың бар? Жансая Мусина деген апайларың бар, естеріңде бар ма? Естіңдер ме осы айтыскер ақындарды? Балғынбек Имашев деген ақындар бар. Онда айтыс өнері тоқтап қалған жоқ. Қазіргі заманауи айтыстар кез келген тәуелсіздік мерекесіне байланысты, немесе кез келген бір мерейтойға байланысты ақындар айтысы қазіргі кезеңде не қылып жатыр балдар? Өткізіліп жатыр. Олардың біз куәсі болып, қазіргі таңда да сол айтыскер ақындардың өлеңдерін тыңдап, үйреніп жүрміз. Енді олай болатын болса балдар, кітаптың ішіндегі Жамбылдың өмірін біріміз оқи қояйық. Қай топтан оқимыз? Кәнекей? Оқи қоямыз. Жамбыл Жабаев қазақ халық поэзиясының ақыны, өлең сөздің дүлдүлі, жырау жыршы. Туған жері Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегі. Ол бозбала кезінде өскен ортасын ән мен жырға кеңейтіп, тіптен көршілес қырғыз еліне де даңқы жайылды. Осы кезде өрттей жалындап, жұрт аузына іліккен жас Жамбыл жетісудың дүлдүл ақыны Сүйінбайға жолығып батасын алды. Сол кездегі Айкүміс, Бақтыбай, Сарын, Сарбас, Досмағанбет, Шашубай, Құланаяқ, Құлманбет сияқты белгілі ақындармен айтысқа түскен Жамбыл үнемі жеңіске жететін еді. Қырғыздың Балық, Тыныбек, Қалығұл, Найманбай, Қатаған, Арыстанбек, Сағынбек сияқты ақын жырау манасшылармен де өнер таластырған. Тек ақын ғана емес, жыр дастандарды апталап, айлап жырлайтын жыршы да болған. Жамбыл өзінің шағын, жылқышы, шәрденге сәт сайланарда, Өстепкеде патша әмірі тарылды, Зілді бұйрық сияқты өлеңдерінде елдің әлеуметтік саяси өмірін ақындық шыншылдықпен, азаматтық жауапкершілікпен көрсеткен. Жарайды, жақсы. Онда Жамбылдың өмірі, өлеңдері, айтыскер ақындары туралы біз тыңдадық қой, солай ма? Енді мына 5 саусақ әдісі арқылы бір оқушының мен жазған бүгінгі сабақтан алған әсерін тыңдайық. Бірінші, мен өзімді жақсы сезіндім дейді. Иә, біз барлығына топтық жұмыс жасадық, сәтті өтті. Мен барлығына көмектесіп отырдым. Ордан керек, менің көңіл күйім жақсы болды. Сабақ маған ұнады. Бүгінгі сабақта мен Жамбыл Жабаевтың өмірімен таныстым дейді. Балдар, енді әр топтан біреуден сұраймын, Кәнекей. Кім айтады, бүгінгі сабаққа сендердің көңіл күйлерің қандай болды? Сабақ қалай өтті деп ойлайсыңдар? Сабақ? Жақсы. Ал сендердің топтарыңыздан? Сабақ? Ойлағыдай болды ма? Не үйрендік біз бүгінгі сабақтан? Өмірін үйрендік, солай ма? Ал сендер? Жамбылжа, бүгінгі сабақта нені оқытыңдар? Өлеңдерін және айтыстарын, айтыс туралы үйрендік, солай ма? Бүгінгі сабақта сендер мен тағы нені үйренгілерің келеді балдар? Өміріне басқа тағы нені нәрселерді үйренгілерің келеді? Жамбыл Жабаевтың өлеңдерін оқып, оның мазмұнының не туралы? Жазылғандығы туралы біз келесі сабақта әрі қарай оны не істейміз балдар? Жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта ақындар тобы да, жыршылар тобы да, жыраулар тобы да өз деңгейінде тапсырмаларды орындап, ерекше тапсырмаларды орындап, өздерінің жақсы жақтарымен көзге түсті. Соның ішінде бүгінгі жыршылар тобы өте ерекше тапсырмалардың барлығына жақсы жауап берді. Енді өздеріңіз естіп отырсыңдар ғой балдар,
тыңғылықты, жақсы сөйледі. Жыраулар тобы да дәл солай сияқты ішіндегі барлық оқушы сабаққа белсенді қатысты. Ақындар тобы да сабақта өзіне берілген деңгейдегі тапсырмаларды орындады. Балдар келесі сабақта тағы да сабақтарды осындай жақсы қатысып белсенділік танытуыңызға тілектеспіз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталады балдар. Қош, сау болыңыздар. Үйге тапсырманы Жамбылдың өмірін оқып келеміз. Және Жамбыл туралы, даланың ұлы ақыны туралы эссе жазып келеміз. Түсінікті ғой, үйге тапсырманы жазып қойыңыздар. Дәптерге 9-шы тапсырма даланың дархан ақыны деп 9-шы тапсырмадағы жұмысты орындап келеміз.